Сәлеметсіздер ме? 5-ші сынып оқушылары бүгінгі видеода әдебиет пәнінен, яғни қазақ әдебиеті пәнінен 1-ші тоқсанның тжб-сынан талдау жасап беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын оқушылар каналға тіркеліп кетулерін сұраймын. Себебі мен қаншама энергиямды, уақытымды осы сендерге сабақ түсіндіруге жұмсаймын. Сол себепті рахмет ретінде каналға жай ғана тіркеліп кетсеңдер болды. Ендеше сабақты бастаймыз. Бірінші тест ретінде бірінші тапсырма берілген. Керқұла атты Кендебай ертегісінің тақырыбын атаңыз дейді. Жауап В. Батырлық. Яғни бұл тапсырмаларды талдамай қояйық, себебі бұл тапсырманың барлығын осы уақытқа дейін 1-ші тоқсан бойы сендер өттіңдер. Сол себепті ұзақ уақыт құртпай қоямыз. Екінші, батырлар жыры әдебиеттегі қандай жанрға жататынын анықтаңыз, яғни ол эпостық жанрға жатады. Келесі үшінші, бұл не қылған дауыс деп Қобыландының естеместен сұраған сұрағына естеместің жауабын табыңыз дейді. Яғни С болады жауап, теңгені атып түсірген құртқаны сұлу солары дейді. Төртінші, мен айтпасам бұлардың айтып отырғаны өтірік, бұларға көрінбей мен де күзеттім. Түн ортасы кезінде екі балаңыз ұйықтап қалды деген үзінді ертегінің қай бөлігі екенін анықтаңыз дейді. Бұл Кендебайдың биені күзетуі, В жауап болады. Келесі 5-ші сұрақ. Ұзақ жүріп шаршаған шығарсыз, ордама жүріп тынығып кетіңіз дейді. Әңгімедегі қай кейіпкердің сөзі екенін анықтаңыз дейді. Бұл яғни кемпір, В жауап болады, кемпірдің жауабы. Келесі 6-шы, аңыз бойынша Асан Қайғының мінезіндегі ерекшеліктерді анықтаңыз дейді. Ойыңызды 2-4 сөйлеммен жеткізіңіз дейді. Асан Қайғы туралы халық аңызында оның ел тыныштығын армандаған, желмаяға мініп халқына шұрайлы жер іздеген ел қамқоршысы екені туралы жазылған. 7-ші, Қарлығаның Қобыландыға көмектесуі дұрыс деп ойлайсыз ба? Ойыңызды 2-4 сөйлеммен дәлелдеңіз дейді. Менің ойымша Қарлығаның Қобыландыға көмектескені дұрыс деп ойлаймын, себебі Қарлыға өзі батыр болған соң Қобыландыға көмек берді. Және Қарлыға Қобыландыны көрген сәттен бастап оған ғашық болып, оны шын сүйіп көмектесті. Келесі 8-ші, Кендебай батырдың бойынан қандай ерекшеліктерді көре алдыңыз? Кендебай батыр болған, халқына адал, қамқор бола білген батыл тұлға болған. Ол адамгершілігі мол, мейірімді, адал, үнемі айналасындағыларға көмек беретін болған. 9-ші, Асан Қайғы желмая мініп желдіртіп сарыарқан аралап жүргенде жерге айтқан сындары мынау екен делінген. Асан Қайғының жерге айтқан сындарымен келісетініңізді немесе келіспейтіндігіңізді білдіріп, ойыңызды 2-4 сөйлеммен жеткізіңіз дейді. Асан Қайғы сарыарқаны көргенде, мына шіркіннің баласы тойдым деп қарап отырмас, қарным ашты деп жылап отырмас, сиырдың мүйізі доңыздың құлағы шығып тұрған жер депті. Яғни мен бұл сөзбен толықтай келісемін, себебі Асан Қайғы сарыарқаның жерінің қолайлы, шөбінің шүйгін, жалпы адамның затқа өте қолайлы жер екенін айтқан екен. Келесі 10-шы, Кендебай ай сайын емес күн сайын өсіпті, 6 күнде күліпті, 60 күнде жүріпті, 6 жылда жігіт болыпты, осындай күшті болыпты, алысқанын алып ұра беріпті, күрескенін жыға беріпті деген үзіндідегі ертегіге тән сипаттарды анықтаңыз дейді. Яғни ертегіде қиял мақсатты түрде пайдаланылады. Яғни ертегі дегеніміз шындыққа жанаспайтын, яғни қиял ретінде жазылатын шығарма. Сондықтан ол әсіреленіп, ғажайып айналады және біршама өзінше дамып отырады. Ертегідегі ғажайып қиял адамның күнделікті көріп жүрген заттары мен құбылыстарын саналы түрде басқаша етіп көрсетеді. Яғни адам баласы күн сайын өспейді, бірден жүріп кетпейді. Сондықтан бұл ертегіге тән сипат деп ойлаймын деп жауап берсеңдер болады. Келесі 11-ші, Асан Қайғының жерге айтқан сыны аңызындағы автор идеясын анықтап сараптама жасаңыз. Яғни Асан Қайғының басты арманы халыққа қолайлы жер, жайлы қоныс іздеп табу болатын. Ол өз заманында халықтың ауыр азабын, аш-жалаңаш жағдайын көріп, оларды уайымдап қоныс іздеген болатын. Оқушылар, бір айта кетейін, осы барлық жауаптарды көшіріп алу міндетті емес, сендерге түсінікті болу үшін және де мысал ретінде осы видеоны түсіндіріп отырмын. Өздерің ойларынан жазсаңдар болады жауаптарды. Және де бұл БЖБ сәйкес келмесе, демек сендердің мұғалімдерің өзі басқа БЖБ құрастырған, ТЖБ құрастырған болатын. Сол себепті маған жаман комментарий жазбаймыз, бұл емес деген сияқты.
Ендеше оқушылар, осымен бүгінгі ТЖБ талдауымыз аяқталды. Каналда әртүрлі сабақтардан ТЖБ тапсырмалар шығып жатыр, кіріп қарап көрсеңдер болады.